Все отлично. Тогда я запись поставлю и уже на казахском начну. А если вот так? Жақсы ма бәрі? Болды анда, мен қазір жазамын, записьті басамын, содан кейін бастаймыз. Болды. Ал енді құрметті қауым, бүгінгі қазақша ерекше вебинарға жиналған қауым, сіздермен бүгін кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгін өте қатты толқып отырмын, себебі осы уақытқа дейін орысша вебинарларды жүргізсем де, өз тілімде, ана тілімде осы проектте мен қазақша вебинар жүргізем деп ойламаппын. Осы үшін Анна Черноға үлкен рахмет. Хочу поприветствовать сегодня также тех людей, которые сегодня не будут меня понимать, да, но думаю, что по презентациям все будет понятно, о чем я буду говорить. Я рада, что и вы тоже пришли меня послушать, хоть и язык мой не будете понимать. Отлично. Сонымен бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы біздің жобада қалай табыс табуға болады және сіздің алғашқы қадамдарыңыз. Менің аты жөнім Аштаева Гүлшат. Біраз өзім жайлы айтып өтетін болсам, мен өзім Қазақстанда тұрамын, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласынамын. Мынау менің отбасым, жасым 25-те. Осы проектке келгеніме 7 айдан асты. Міне 11 қыркүйек 2014 жылы тіркелгенмін. Менің спонсорым, демеушім Романова Гүлнара мені Моймир деген әлеуметтік желіден тауып, сол жерде мен тіркеген болатын. Енді қазіргі уақытта менің жеткен жетістігім ол менеджер 12%, өздеріңіз көріп отырғандай. Бұл жобаға келгеніме өте қуаныштымын және қандай өзіме пайда көрдім және қалай осы уақытқа дейін бұл жобаның менікі екенін түсінгенім туралы сіздерге айтуға тырысамын. Және бүгінгі вебинарға келіп отырған жаңадан келген, жаңадан осы жобаға қосқан адамдар болса, сіздерге осы проекттің сіздердің өмірлеріңізге қандай әсер ететінін және болашағыңызға қандай жетістіктерге жетуге болатындығын түсіндіруге тырысамын. Бүгін вебинарда жаңадан келген, мүлдем вебинар деген нәрсенің не екенін көрмеген адамдар бар ма? Егер болса, 1 деген санды қойықшы чатқа. Егер болса жаңадан келген адамдар, чатқа 1 қойыңыздар. Динара, өте жақсы. Сіздің жолыңыз болды деп айтуға болады, себебі қазақша вебинар бізде бір-ақ рет болады, алғашқы рет бүгін мына 1 мамыр бірлік күніне арналып болып отыр, сондықтан сізге қош келдіңіз дейміз. Ал енді негізгі тақырыбымызға көшсек, біздің бизнесіміз қандай және сіз қайда келдіңіз, сол туралы айтып өтсек. Өзіңіз де бұл уақытқа дейін біздің компаниямен таныс болған шығарсыз, себебі біздің компания атақты европалық бренд, ол нарықта болғанына 50 жылға тақау болды. Сондықтан бұл компания кейін сізді алдап кетеді, немесе ақшаңызды жеп қояды деп қорықпай қойыңызға болады, себебі бұл атақты европалық бренд 50 жыл бойы адамдарды алдамаса, яғни болашақта да алдайды деп қорықпай қоюға болады, яғни сенуге тұратын компания атақты европалық бренд. Келесі, бұл біздің халықаралық марапаттар мен тұтынушылардың мойындауына ие болған жоғары сапалы өнім, оған өздеріңіз де көз жеткізе аласыздар. Яғни біз енді өзіміз жеке тұтынушылар желісін құрып отырғандықтан сіз міндетті түрде біздің өнімді қолданасыз. Сондықтан оның қаншалықты сапалы екеніне өзіңіз осыдан кейін көз жеткізетін боласыз, егер осы уақытқа дейін тапсырыс жасамаған болсаңыз, Ал енді халықаралық марапаттары қандай екенін және оның қаншалықты осы әлемге әйгілі екенін барлығын тіпті Google-ға кіріп өзіңіз Oriflame компаниясының осы уақытқа дейін жеңіп алған халықаралық марапаттары дегенді жазсаңыз, міндетті түрде олардың қандай мадақтама қағаздарын алып, қандай медальдарға ие болғанын көре аласыз. Соңғы рет менің есімде қалғаны осы күз кезінде Ресейде, Мәскеуде болған байқауда біздің Process деген иіссуымыз 1-ші орынға ие болған болатын. Менің өзім білетінім туралы айтатын болсам. Расын айтсам, мен оны қазір мына жерге презентацияға шығарып көрсеткен жоқпын, қандай мадақтар бар екен, бірақ оның барлығын сіз интернеттен өзіңіз қарай аласыз. Келесі.
Біздің бизнесімізде бізге беріліп отырған ең керемет құрал деп айтуға болады. Дайын құралымыз ол біздің көрнекі әрленген сүйікті каталогтарымыз, иә. Ол жылына 17 рет жарық көреді. Сондай керемет қып, әдемі қып, әрлеп істеген, иә. Егер де сіз өзіңіздің жақындарыңызға, достарыңызға көрсетіп, тауарды ұсынам десеңіз, ешқандай ұялмай көрсетуге болатын каталогтар, иә. Оның ішінде келесі пунктта жазылғандай әлемдік жұлдыздар жарнамалайды біздің өнімдерді. Яғни сіз оны өзіңіздің сөзіңізбен айтып жеткізу да қажет емес. Каталогтың қаншалықты көркем етіп жасалып, қаншалықты жоғары сапалы жасалғанына қарап, және оның қандай әйгілі жұлдыздардың жарнамалайтынына қарап, осы өнімнің жоғары бағаланатынына көз жеткізуге болады. Ол келесі пункт, әрине, бұл біздің 47 деп жазыппын, негізі уже 48 жыл болды. 48 жылдың ішінде үлкен тарихы бар, үлкен компания, иә. Яғни бұл уже қаншалықты өзінің кодекстарын, ережелерін сақтап келе жатқан, қаншалықты мол дәстүрлер жинаған, қаншалықты тәжірибе жинаған, сондай үлкен компания. Яғни жаңадан шыққан 1-2 күндік қазір бар, ертең жоқ деп айтатын компаниялармен мүлдем салыстыруға келмейді. Себебі біздің тарихымыз кең, біздің қаншама адамдар қол жеткізген, біздің көшбасшылар бар, солардың тәжірибелеріне қарап, біз болашаққа сеніммен қарай аламыз. Қазір слайд жоқ болса, келесін аударған кезде көресіз. Енді бар ма? Енді осындай үлкен компаниямен жұмыс істеп отырған біздің экспресс карьера деген интернет жоба, иә. Біздің осы керемет интернет жобаны құрастырған Анна Чернаға рахмет, тағы да бір рет айтам. Осы жобамыздың бұрынғы дәстүрлі әдістермен жұмыс істейтін компанияның консультанттарының әдістерінен қандай ерекшелігі, қандай артықшылықтары бар, сол туралы айтып өтетін болсақ. Біздің жоба бұл дайын бизнес біріншіден. Бұл неге дайын бизнес? Себебі бұл біздің жобаның өзі нарықта болғанына 4 жыл болды. 4 жыл уақыттың ішінде қаншама дайын оқыту, қаншама осы сияқты онлайн вебинарлар, көріп отырғандай неше түрлі тілде де жүргізуге мүмкіндігіміз бар енді, иә. Дайын жұмыс істейтін құралдардың барлығы бар, қаншама программалар, олардың барлығы дайын, иә. Сондықтан да перевод потом у кого-то попросите. Сондықтан да бұл бізге дайын беріліп отырған үлкен мүмкіндік, дайын бизнес деп айтуға болады. Егерде тура осы мына тәжірибе жағына келетін болсақ, иә. Келесі, жұмыс тек интернетте жүргізіледі. Өздеріңіз көріп отырғандай, сіз үйден шықпайсыз, өзіңізге ыңғайлы уақытта, отбасыңыздың қасында, интернет арқылы, кім компьютермен, кім планшетпен, кім телефон арқылы, иә, осы өзіңіздің жеке бизнесіңізді жүргізуге мүмкіндік бар. Осындайды бұрын соңғы кездестірдіңіз бе? Меніңше удобно было. Так. От такой энергетики, наверное, компьютер чуть ли не полетел, короче. Жарайды, сонымен ары қарай тез жүргізуге тырысам, енді кешірім өтінемін сіздерден. Енді ары қарай айта беретін болсақ, яғни өздеріңіз көріп отырғандай, бұл өздеріңізге ыңғайлы уақытта отбасыңыздың қасында жүргізілетін бизнес дедік, иә. Келесі біздің ерекшелігіміз және артықшылығымыз бұл команда құрудың ерекшелігі. Бұрынғы дәстүрлі әдістердің қасында команда құрудың ерекшелігі
сол бізде адамдарды бір-бірінің астына жазамыз дедік, иә. Егер де сіздің демеушіңіз әлі түсіндірмеген болса, онда команданы қалай құратыныңыз туралы демеушіңізден сұраңыз. Себебі біз тапқан адамдарымызды тек қана өзіміздің астымызға жазбай, өзіміздің астымыздағы адамдарға серіктестер табуға көмектесу арқылы оларды тезірек жылдам деңгейлер бойынша өсуге мүмкіндік жасап отырамыз, иә. Сондықтан да біздің команда құрудың ерекшелігі бізде бірінші орында деп айтсақ болады. Жобаның артықшылығының бірі осы. Келесі бұл деңгей бойынша жылдам өсу дедік, жаңағы алдыңғы пунктке байланысты, яғни сізге демеушіңіз бір бұтақты немесе қалай айтсам болады енді, шұжықтың бір бөлігін сіздің демеушіңіз құрастыратын болғандықтан, сіз өте тезірек өсесіз. Себебі адамдарыңыз сіз әлі оқып, әлі үйреніп жатқан кезде сіздің командаңызда уже бірталай адам болады, иә. Сондықтан да ары қарай деңгей бойынша өсу өте жылдам түрде өтеді деп айтуға болады. Келесі бізде тегін онлайн түрдегі оқытулар. Яғни ол осы сияқты онлайн түрде спикермен өтетін вебинарлар, ал екіншісі ол бізде өтетін мына жазылып қойған дайын сайттардағы біздің жаңадан келген адамдарға арналған оқытулар, иә. Оларды да сіз өзіңіздің демеушіңізден сұрау арқылы алып, сол оқытулардан өтіп, тегін түрде осының барлығын үйренесіз. Осы уақытқа дейін 4 жыл бойы жиналған тәжірибенің барлығын сізге тегін түрде біз береміз. Бұл да біздің жобаның бір ерекшелігі. Сіз айтыңызшы, егер де сіз өзіңізге жеке басқа бизнес ашатын болсаңыз, сізге қаншалықты көп қаражат керек еді, және сізге кім осындай тегін оқытуды бере салар еді? Ешкім бермейді. Жаңағы мен вебинар басталғанға дейін қойған жігіт бизнес тренердің айтқан сөздерін тыңдасаңыз, иә, оның жаңағы сияқты оқытуларының барлығы тегін емес. Ол адамға белгілі бір ақы төлегеннен кейін ғана жаңағы сияқты өзінің мотивациялық және адамдардың өзінің тұлғалық өсуіне қажетті әртүрлі оқытулардың барлығын ол ақылы түрде өткізеді. Ал бізде осының барлығы тегін. Сондықтан да мұны осындай ерекшелікті көре біліңіз. Келесі бұл біздің көшбасшылардың қолдауы мен көмегі. Яғни кез келген уақытта, кез келген сізге керекті сұрақ бойынша сіз өзіңіздің үстіңіздегі директорға, тіпті алтын директор, сапфир директор, гаухар директор болса да, олардың кез келгеніне, кез келген сұрақ қою арқылы сіз өзіңіз қолдау алып және көмек ала аласыз. Яғни олардың тәжірибелерін өзіңізге ала аласыз деген сөз. Тегін түрде әрине тағы да. Себебі ол адамдар сіздің өсуіңізге қуанады, оларға өте пайдалы сіздің өскеніңіз. Себебі сіз ол адамның командасысыз. Келесі, ол арнайы білімнің қажеті жоқ. Яғни біздің жобада жұмыс істейтін адамдар әртүрлі мамандықта немесе мүлдем ешқандай мамандық алмаған адамдар. Себебі бізге арнайы білімнің қажеті жоқ. Себебі біз өзіміздің жеке бизнесімізді құрамыз. Сіз ешкімге жұмыс істеуге келген жоқсыз. Сізден ешкім диплом қажет деп сұрамайды. Сіздің белгілі бір өзіңіздің тұлғалық қасиеттеріңіз болса болды. Ол қандай қасиеттер, оны өзіңіз де білесіз, иә? Ол шыдамдылық, ол білімділік, яғни білім дегенде ақылдылық деп айтсам болады бұл жерде. Себебі сіз өзіңіз қаншалықты тез керекті мағлұматтарды өзіңіздің бойыңызға сіңіре аласыз, қаншалықты өзіңіз жеке өз басыңыз барып бір мағлұматтарды өзіңіз интернеттен іздеп таба аласыз. Оның барлығына байланысты сіздің бизнесіңіз ары қарай дамиды. Яғни бізге қағаз түріндегі оған соны дәлелдейтін біліміңіздің бар екенін ешқандай дәлелдеу керек жоқ. Сіздің өзіңіздің басыңыз болса болды деп айтсақ болады. Келесі артықшылығымыз, біздің жобада ешқандай сатудың қажеті жоқ. Біз сатумен айналыспаймыз. Немесе ерікті түрде деп айтуға болады. Себебі компания әрине бұл ұйымдастырылған товар айналымы үшін ақша төлейтін анық, иә. Бірақ та біз каталогпен жүріп, қаншама тапсырыс жинап, содан кейін қаншама пакеттермен оларды өзіміздің клиенттерімізге таратып жүрудің қажеті жоқ. Себебі біз тек қана өзімізге қажетті өнімді қолдану арқылы тауар айналымын жасаймыз, иә? Ол туралы да сіздердің демеушілеріңіз айтқан болар. Яғни бізге көбінесе
көбірек команда керек, көбірек адам керек. Сонда ғана бізде үлкен тауар айналымы болады да, яғни сол арқылы біз белгілі деңгейлерге шығып, белгілі бір табыс көзіне жетеміз, я? Яғни өзіңіз қарап отырсаңыз, компанияға бәрібір, сіз ол тауарды өзіңіз жинап, каталог арқылы жүгіріп сатасыз ба? Әлде астыңызға адамдарды жинау арқылы, тұтынушылар желісін құру арқылы тауар айналымын жасап деңгейге шығасыз ба? Компанияға бәрібір, ол сіздің еңбегіңізге, қашанда өзіңіздің жеткен жетістігіңізге тапқан ақшаңызды беріп отырады. Сондықтан да бұл артықшылықты да көргеніңіз дұрыс. Ешбір басқа дәстүрлі бизнесте сізге сатусыз және ешқандай ақшалай салымсыз бизнес құрып, үлкен жетістікке жетесіз деп ешкім кепілдік бере алмайды. Ал біз сізге кепілдік береміз. Әрине, сіз еңбектеніп, осындай біздің кеңестерімізге құлақ түріп, барлық айтқан нәрсені істеп отыратын болсаңыз, міндетті түрде жетістікке жетесіз. Келесі, ол негізгі қызметпен бірге алып жүру мүмкіндігі. Ол қалай айтсам болады, яғни бізде көбінесе әрине баланы күтуге отырған, демалыста отырған, яғни декретте отырған аналар, көбінесе. Немесе өзінің негізгі жұмысы бар, бірақ ол жерде өзінің жалақысы аз деп есептейтін және көбірек жалақыға, көбірек жетістікке жеткісі келетін адамдар, соның ішінде, егер де сіз өзіңіздің негізгі жұмысыңыз болса да, яғни біздің жобада жұмыс істей аласыз. Сізге ешқандай шектеу жоқ. Сіз түнде жұмыс істейсіз бе, таңертең жұмыс істейсіз бе, кешке жұмыс істейсіз бе, өзіңіз білесіз. Себебі біз сізді жұмысқа қабылдап алған жоқпыз. Біз сізге жұмыс беруші емеспіз. Сізге жұмыс беруші компания. Бірақ ол компанияда сізді жұмысшы ретінде, қызметкер ретінде алып отырған жоқ. Сізді бизнес серіктес ретінде шақырып отырмыз. Сондықтан да сіздің бизнесіңіз қалай жүреді, оның барлығы өзіңізге байланысты. Қай уақытта қалай жүргізесіз, оның барлығын өзіңіз шешесіз. Яғни бұл да менің ойымша үлкен ерекшелік және үлкен артықшылық. Басқа жерде сізге дәстүрлі бизнесте онда ешкім былай айтқан кезде мүмкіндік бермейді. Әрине, сіздің бір керемет ағаңыз болмаса көмектесетін, ақшалай, немесе жолыңыз болғыш адам болмаса, ондай мүмкіндікке ие боласыз деп айта алмаймын мына заманда. Келесі, бұл жерде бұл слайдты мен аударған жоқпын, себебі бұл дайын сурет болды, интернеттен алынған, сондықтан да өздеріңіз бұл жерде отырған адамдардың көбі орыс тілін біледі, сондықтан да осылай түсіндіре берейін. Мына слайдта көрсеткім келгені сіздерге қандай деңгейлер бар, және сіз қандай деңгейлерде шамамен қандай ақша табасыз, сол туралы түсіндіріп өтсем деп едім. Яғни, басынан бастайтын болсақ, бірінші деңгей ол 3%. Бұл слайдта теңгемен барлығы өзгерген, бұл ескі слайд, мен өзім шамамен деп айтып отырмын. Себебі дайын суретті таптым да қоя салдым. Бірінші деңгей, компания сізге, егер де сіз балл бойынша алатын болсақ, бонус балл бойынша, командаңыз толық сізді қосқан кезде, сіздің астыңыздағы адамдарды қосқан кезде, барлығыңыз бірігіп 200 бонус балл жинаған кезде, сіз 3% деңгейге жетесіз, Ол кезде сіздің шамамен алған кезде, доллармен алатын болсақ, 5-6 доллар шамасында сіз пайда көресіз осынан, Және компания 12%-ға дейін Қазақстан бойынша, және Ресей және басқа елдерде көбінесе 9%-ға дейін ешқандай бұл үшін үстемақы бермейді. Сіз өзіңіздің тапқан ақшаңызды ғана көре аласыз. Белгілі бір, қалай айтсам болады, талаптар бар. Сізге берілетін ақшаны алу үшін, егер де соның барлығын орындайтын болсаңыз, сізге шамамен 5 доллардай пайда түседі деп айтуға болады. Келесі, бізде Қазақстан бойынша шамамен қанша болады? 5 долларды қазір 1000 теңгедей, дұрыс. 1000 теңгедей пайда көресіз. Келесі деңгей ол 6%. 6%-да сіздің командаңыздың жинайтын бонус балдары 450 болу керек. Яғни, сіз мысал үшін 20 балға заказ жасадыңыз, сіздің командаңыздағы адамдар егерде қалған адамдардың барлығы бірігіп 430 балға тапсырыс берген болса, онда сіз 6%-ға шығасыз. 6%-дағы сіздің көретін пайдаңыз 25 доллар. Ол бір айда емес, 3 аптаның ішінде.
Келесі ол 9%, 12%, 15%, 18%, 22% деп кете береді, я. Оның әрқайсысына тоқталмай қояйын, мына сайттан көріп отырсыздар, я, қай пайызда қаншалықты топтық бонус балдар болу керек екенін. Енді мен сіздерге көбірек мына үстемақылар, яғни премиялар жайында айтып өтсем деп едім. Қазақстан бойынша айтатын болсақ, 12%-дан бастап компания өзінің осындай серіктестеріне, олардың өздері тапқан ақшаларына қосымша үстемақылар төлеп отырады. Қандай үстемақылар? Яғни, әр деңгейді 3 каталог бойы ұстап тұрған кезде, оған, мысал үшін, мен алдыңғы каталогта 12%-да 3 каталог болғаным үшін $100 алдым. Келесі, мысал үшін 15%, я, 15%-ға шыққан кезде менің тобым 3000 бонус балл жинайды, ал менің өзімнің көрген пайдам 46.000 теңгедей болатын болса, компания оған қосымша $200 менің шотыма лақтырады. Яғни, сіздің бұл жерде көретін пайдаңызды қарап отырсаңыз, 2700 доходты. Мына жерде доллар бойынша көрмей тұрмын. Міне 300-500 сіз пайда көресіз. Міне 15%-дің өзінде сондай пайда, я? 18%-ға шыққан кезде сіз $800. 22%-да қарап отырсаңыз, $700 сіздің апта сайынғы пайдаңыз болатын болса, сіздің осы директорлыққа шыққаныңызды, 22%-ға шыққаныңыз үшін $400 премия лақтыратын болса, сіз директорға шығып, яғни осы 22%-ды 8 каталог ұстағаннан кейін, сізге компания $1000 көлемінде үстемақы беретін болады. Сіз айтыңызшы, жай жұмыста немесе өзіңіздің жеке бизнесіңізді ашқан кезде, сізге кім үстемақы беріп отырады сіздің жұмысыңыз үшін? Бұлай қарап отыратын болса, компанияға бәрібір ғой. Компания көріп отыр, компания сізге дайын өнім берді. Керемет сапалы дайын өнім берді. Сізге дайын бизнес берді. Осы тауарды сатты, ақша таба бер, мысал үшін, я? Немесе командаңды жинады, өзіңнің тапқан ақшаңды ала бер. Жоқ, компания қалай істейді бізде? Компания бізге үнемі сыйлықтар беріп отырады осы жұмысымыз үшін. Үнемі үстемақылар беріп отырады, я, ақшалай. Және де өздеріңіз білетін директорлардың банкеттері болып тұрады, я? Сондықтан да менің ойымша сіздің келген жеріңіз өте дұрыс. Бұл жерде кестеде көрсетілген деңгейлерге келетін болсақ, міне 3%-дан алтын директорға дейінгі деңгейлер көрсетілген. Яғни 3%-да сіздің пайдаңыз $5 болса, 3 аптада жинаған, сіздің алтын директорға шыққан кездегі пайдаңыз $4000 екен. Ол қалай $4000? Яғни сіз $2000 сіз 3 апта сайын көріп отырасыз. Оған қосымша сізге осы алтын директорда 8 каталог бойы тұрған болсаңыз, сізге $2000 көлемінде сізге премия беріледі. Қараңызшы, қандай үлкен табыс көлемі, қаншалықты сенімсіз болып көрінсе де, я, осындай пайдаға жетіп, осындай ақшаны алып отырған директорларымыз қаншама. Сондықтан да менің ойымша бұның барлығы өте қол жетімді дүние деп айтуға болады. Себебі 200 балл, 450 балл, 900 балл, мысал үшін 7500 балл және одан да көп жинау керек дейді, мысалы директордың деңгейінде. Ал сізге ол 7500 баллды жалғыз жасайсың деп отырған ешкім жоқ қой. Оның барлығын командамен бірлесе отырып істейсіз. Яғни, бұл командалық жұмыс болғандықтан, сіз жалғыз өзіңіз бұл үшін жүгірмейтін болғандықтан, я, менің ойымша бұл сондай жеңіл жұмыс деп айтуға болады. Ең бастысы сізге керегі шыдамдылық. Яғни, бірден бір күннің ішінде сізге бұндай табысты ешкім бермейді. Сіз жай жұмысқа барсаңыз да, аптасына 3 аптада бір рет $1000 алып отыратын табысқа жете алмайсыз. Яғни, болашақта шектелмеген табыс көзіне жету үшін өзіңіздің бизнесіңізді құру деген, тем более, когда орысша айтып кететін болса, мұндай мүмкіндік беріп, дайын құралдар беріп отырған кезде, онда менің ойымша мұндай табыс көзі деген өте керемет нәрсе мұндай заманда. Келесі кестеде енді жаңағы біздің директорлық құрамға берілетін табыс көздері туралы айтып өтетін болсақ. Яғни,
Жаңағы 3%-дан 22%-ға дейін, мысалы үшін кейбір адамдар үшін ол сондай үлкен пайда көзі емес болып көрінуі мүмкін. Мүмкін ол негізгі жұмысында да сондай $1000 көлемінде табыс көріп отырған шығар. Сосын ойлайды, мен қаншама уақытымды бұл жерге бөлуім керек екен, содан кейін ол бірден ондай ақша болмайды екен деп, иә. Ал біздің негізгі мақсатымыз өзімнің алдыма қойған мақсатым ол Гаухар немесе бриллиант директорға жету, иә. Қараңызшы, Гаухар немесе бриллиант біздің директордың годовой немесе жылдық пайда көзін қараңызшы қаншалықты. Ол 10.500 рубль дейді годовой, иә. Мысалы үшін қарасақ, не алтын директор, иә. Алтын директордың алып отырған ақшасы аптасына емес, 3 аптада бір рет 400 мың теңгені құрайды, мысалы үшін. Және оның үстіне ол үстемақыларын алып отырады. Және алтын директордан бастап сіз жұмыс істемей қойсаңыз болады. Мысалы үшін, басынан бастап қарайтын болсақ, иә, жаңағы мына жерде жазылған аға менеджер немесе директорды ашқан адам, иә, ол 22%-те тұрған адам деп есептелінеді. 22%-тен кейін ары қарай қалай есептелінетін деңгейлер, иә, ары қарай қандай проценттер бар деген ойда болуларыңыз мүмкін. Бұл жерде енді сіздің адамдарыңыздың осы 22%-ке жеткен деңгейлерін санайтын болады. Яғни, егер сіздің астыңызда 2-22%-ке шыққан адам болса, сіз алтын директорсыз деген сөз. Егер сіздің астыңызда 3-22%-ке шыққан адам болса, сіз аға алтын директорсыз деген сөз. Егер де сіздің астыңызда 4-22% адам болса, сіз жақұт директорсыз деген сөз. Сол сияқты кете береді. Яғни, ары қарай процент түрінде емес, ары қарай директордың түрлі қымбат тастармен аталатын атақтар деңгейлер кетеді. Соншалықты қарап отырсаңыздар, қандай үлкен табыс көздері бар. Не қараңызшы, аға директордың өзінің алатын ақшасы бір жыл көлемінде ол $11.000 алады екен. Ал енді алтын директорға қарасақ, бір жылдың ішінде ол $30.000 алады екен. Ал мына жерде кестеде қарайықшы, маған көрінбей тұр мына бриллиант президенттің табыс көзі. Сапфир немесе жақұт президенттің ақшасын қарасақ, бір жылдың ішінде $750.000. Біздің мақсаттарымыз осы. Біз алдымызға мақсат қойғанда $1000-лық 22%-лық деңгейді көздеуіміз керек емес. Жаңағы алдыңғы кесте ол сіздерге жай ғана бастама деп айтсам болады. Сіздер осы мына менің қазір көрсетіп отырған кестемен қарап, осындай табыс көздеріне қарап, өздеріңізге мақсат қоя бастаңыздар. Сіздерге айтарым, міндетті түрде осы кестені интернеттен немесе менен артынан алып, өздеріңізге белгілі бір деңгейді мақсат ретінде алып, өзіңізге блокнотқа жазып алыңыз да, ол қаншалықты табыс көзіне ие боласыз, сол кезде соның барлығын есептеп, және ол табысқа жету үшін не істеу керек екендігін барлығын есептеп өзіңізге жазып алыңыз. Ал енді жаңағы ақша туралы айтқан жақсы әрине, сол ақшаға жету үшін не істеу керек деген сұрақ, иә? Біз жаңағы деңгейлерге жету үшін 3 түрлі әрекетті үнемі жасап отыруымыз керек. Ол жобаның 3 күйті деп айтуға болады, иә? Біріншіден, өнімді өзіңіз қолдану. Ол туралы сізге демеушіңіз де айтқан болар. Және сіз осы проектке келер кезде, тіркелетін кезде де сізге берілген блог сайттан ол ақпаратты оқып танысқан боларсыз, иә? Яғни біз тауар айналымын өзіміз өнімді қолдану арқылы жасаймыз. Яғни біз тұтынушылар желісін құрамыз. Сіз енді қарапайым дүкеннен алып жүретін иіссулар, су сабындар, сабын, тіс пастасы сияқты гигиеналық құралдардың барлығын өзіңіздің интернет дүкеніңізден алып отыруыңыз керек. Келесі киті бұл бизнес серіктестер жинау. Яғни жаңағы айтып отырған біздің тұтынушыларды әлеуметтік желілерден іздеу. Сіздің өзіңіз осы жобаға қалай келгеніңізді есіңізге түсіріңізші. Сізді де белгілі бір әлеуметтік желіден сіздің демеушіңіз тауып алған болатын, иә? Яғни келесі әрекетіңіз, сізде сол демеушіңіздің әрекетін қайталап, әлеуметтік желілерден жұмыс парақшаларын ашу арқылы сол жерден өзіңізге бизнес серіктестер жинайсыз. Келесі әрекетіңіз, бұл білім алып отыру немесе оқытылу.
Бұл не үшін қажет? Себебі біз білім алып үнемі басқа да жаңа әдістерді үйреніп отырмасақ, интернет деген өте жылдам өзгеретін нәрсе екенін өздеріңіз де білесіздер, иә? Мысалы үшін бір өзі әлеуметтік желіні алсақ, мысалы ВКонтакте дейді, қаншама өзгеріс, бір айдың ішінде қаншама жаңартулар болып жатыр, қаншама жаңағы бізді бұғаттаудан сақтайтын әртүрлі әдістер шығып жатады, иә? Қаншама біздің әртүрлі көшбасшылар өздерінің тәжірибелерімен алмасып отырады, өздерінің қолданылатын әдіс амалдарын көрсетіп отырады, иә? Сондықтан да сол үшін бізде дайын онлайн вебинарлар күнделікті жүргізіледі. Оның барлығы тегін түрде. Егер де сіз осы алдыңғы айтылған 2 пунктті орындап отырсаңыз, сізге тегін түрде неше түрлі эксклюзивті вебинарларға сілтемелер берілетін болады. Оның барлығы тегін, дайын инструменттер берілген, алыңыз да қолданыңыз. Яғни сіз жай ғана бизнес құрмай, бұл жерде тұлғалық өсумен де, біліміңізді жетілдірумен де айналысатын боласыз. Ары қарай кеттік. Енді жаңаға айтып өткен 3 китке жеке-жеке тоқталатын болсақ, иә? Оны жаңа өзімде қысқаша айтып өттім, иә? Яғни сіз енді мына дүкенде, қарапайым дүкенде, белгісіз сапада сатылып жатқан өнімді алмайсыз. Сіз енді өзіңіздің жеке интернет дүкеніңізден тапсырыс беру арқылы тікелей өндірушіден өзіңізге қажетті тауарларды алып отыратын боласыз. Тауарларды жеткізудің барлығын өндіруші өзі қарастырады. Сондықтан да ешқандай өнім бұзылып кетуден, немесе оның сақталу мерзімі өтіп кетуден, немесе сапасының дұрыс болмауының барлығына кепілдік берген. Егер де бірде кейбір крем, мысалы үшін бір нәрсе дұрыс болмай, немесе оның бұзылып кеткен қаупі бар сияқты өзіңізге ұнатпай тұрған жағдайда, сіз оны өндірушіге қайтарып беруге құқыңыз бар. Тіпті оның барлығы қарастырылған. Сізге бұл өте үнемді, өзіңіздің интернет дүкеніңізден алған. Мен өзімнің жаңадан келген адамдарыма ылғи айтам. Сіз айтыңызшы, егер де сіздің өзіңіздің интернет дүкеніңіз болса, жарайды интернет дүкен демей ақ қояйық, сіздің нан сататын өзіңіздің дүкеніңіз болса, сіз барып көрші магазиннен нан алар ма едіңіз? Ол сізге қажеті қанша? Ол сізге былай айтқан кезде бәсекелес қой. Орысшаға тағы көшіп кетіп бара жатырмын. Қажеті қанша бәсекелестен алып, иә? Яғни сіздің өзіңіздің бизнесіңіз бар, ол бизнесіңіз сіздің интернет дүкеніңізбен байланысты. Сондықтан да біз енді қарапайым дүкенді өзіміздің интернеттегі дүкенімізге ауыстырамыз. Келесі китіміз, ол біздің, жоқ, келесі китіміз емес, яғни мен сіздерге мысал ретінде ең қарапайым түрде, ең минималды көлемдегі тапсырыс берген кезде сіз осы мысал үшін 20 балға не ала аласыз, иә? Кейбір адамдар бізге келеді да былай айтады: ой, 20 балға тапсырыс беру керек па? 20 балға мен не беру керек екенін білмеймін, менде бәрі бар, 20 балға мен әлі тауар жинай алмаймын деп айтатын адамдар болады, иә? Ондай адамдарға мысал ретінде менің мына слайдымды сұрап алып берсеңіздер де болады. Мен сіздерге міне қазір көрсетейін деп отырғаным мынау. 20 балға тапсырыс мынадай болуы мүмкін. Сізде ай сайын деп айтпай ақ қояйын, бір жарты жылда бір рет кірпікке арналған тушыңыз бітіп отырады. Солай ма? Кез келген әйел адам боянады. Ер адам болса жуынады, иә? Ол туштың орнына, мысалы үшін, ер адамдарға арналған иіс суды алатын болсақ, иә? Кірпікке арналған туш 5 болмыс бал. Келесі, шашқа арналған сусабын біз оны ай сайын аламыз. Ай сайын қарапайым дүкеннен сатып алғанша, енді өзіңіздің интернет дүкеніңізден аласыз. Ол 3 бал. Шашқа арналған кондиционер. Егер шашыңыздың күтіміне назар аударатын болсаңыз, шашқа арналған кондиционер міндетті түрде алуыңыз керек. Ол да 3 бал. Келесі, ол тіс пастасы. Тіс пастасы 2 бал. Тіс пастасының сапасы деген өте керемет, оны сізге осы жерде жарнамалап өтсем де болады. Келесі, жуынуға арналған сусабын. 2 бал. Жуынуға арналған сусабын да ай сайын бітіп отырады, оны өзіңіз білесіз. Келесі, ол қарапайым сабын. Қарапайым сабын, мысалы үшін, бір айда біздің семьяда 2 дана қолданамыз. Ол 2 бал, 1 балдан, иә? Және келесі, сізге керекті болуы мүмкін, мысалы ретінде алдым, ол спрей дезодорант, иә? Спрей дезодорант, мына жерде менің слайдымнан көрінбей тұр, 2-3 бал, мысалы үшін, иә?
Соның барлығын қосатын болсаңыз 20 баллы шығып тұр. Мысалы үшін мен тапсырыс берген кезде 20 балл деген маған түк емес. Ол просто былай айтқан кезде бірінші рет тапсырыс беруге арналған адамдарға мына мысал ретінде көрсетіп отырмын, я. Ал егер сіз өзіңіз біздің каталогты ашып көрсеңіз, басыңыз айланып, ана жерде 20 балл емес, 50 баллдың қалай шығып кеткенін байқамай қаласыз. Себебі ол өте үнемді, сіз бағаларды да көресіз, ол жерде қандай бағалар арзан екеніне, қазір дүкендерде қандай қымбаттап кетті барлығы. Сондықтан да 18% жеңілдікпен және ол сіздің алған тауарларыңызға беріп отырған сыйлықтарды қараған кезде өте үнемді деп айтуға болады. Келесі біздің китіміз деп айтайын десем, тағы да мен мына жерде тауарлар туралы жаздым, жаңағы өзіңізге тауар алған кезде сіздің пайдаңыз қандай? Сол туралы айтып өтетін болсақ, біріншісі, сіз отбасылық қаражатыңызды үнемдедіңіз. 18% жеңілдік бар себебі сізде. Келесі, кепілдікті сыйлықтар. Ол қандай кепілдікті сыйлықтар? Ол біздің лоялділік бағдарламасымен байланысты, я? Сіздің кез келген жасаған тапсырысыңызға берілген балдардың барлығы 6 каталог бойы жиналып отырады. Сіз оны 100 балға толған кезде кепілдікті бір сыйлыққа алмастырып ала аласыз. Оның барлығы демеушіңізден сұрасаңыз, қалай алмастыратынын айтады. Келесі, ол сыйлықтар мен ақшалай құралдарды үнемдеу деп жазғам, я? Бұл дегеніміз біздің ағымдағы науқандарға қатысу. Яғни үнемі бізде қандай да бір акциялар, қандай да бір науқандар болып жатады. Ол жерде үнемі сіздің жасаған тапсырыстарыңызға сыйлықтар беріліп, немесе ақшалай құралдар беріліп отырады. Соның барлығы қандай пайда. Келесі, бұл тікелей өндірушіден тауарды аласыз және жалған көшірмелерден сақтанасыз. Ол туралы жаңа айтып өткенмін. Келесі, ол премьер клуб жеңілдігі. Премьер клуб деген не екені? Бұл премьер клуб 150 балдан аса заказ жасайтын адамдарға арналған. Яғни, сіз 150 балға тапсырыс беретін болсаңыз, сізге осы жасалған тапсырысыңыз үшін әрбір 150 балға 1000 теңге көлемінде сізге ақшалай үстемақы шотыңызға түсіп отыратын болады. Және де премьер клубтың мүшелеріне 50% жеңілдік бар кез келген тауарға. Келесі, менеджерлік деңгейлердің бонустары деп жаздым. Бұл жаңағы осы уақытқа айтып отырған, осы уақытқа дейін айтқан менің үстемақылар туралы, я? Белгілі бір деңгейлерге жеткен кезде компания сізге бонус түрінде үстемақылар беріп отырады. Яғни ол 12% мысалы үшін 15 000 теңге, 18% ол 30 000 теңге және ары қарай. Жаңағы көріп отырғанда $2000, $3000 деп кете береді. Келесі, бұл табыс, қалай айтсам болады, біздің алып отырған көлемдік жеңілдігіміз. Біз компанияға жұмысқа келген жоқпыз, біз онымен серіктес болғандықтан бізге жалақы төленбейді, бізге табыс төленеді. Ол көлемді жеңілдік деп аталады. Көлемді жеңілдік немесе орысша айтқанда объемная скидка. Мына жерде солай аударғанмын. Жаңағы көлемдік жеңілдігіңіз сізге жеке кәсіпкерлік ашқан кезде соған түсіп отыратын болады. Жеке кәсіпкерлік не үшін керек? Тағы да айтып өтемін, компания сізді жұмысқа алған жоқ, компаниямен сіз серіктессіз. Сіз оның бизнес партнерысыз. Сондықтан да сіз өзіңізге жеке кәсіпкерлік ашып, жеке кәсіпкерліктің шотына әрбір 3 апта сайын өзіңіздің жинаған көлемдік жеңілдігіңізді алып отырасыз. Жаңағы бонустардың барлығы сіздің жеке кәсіпкерлігіңіздің шотына түсіп отыратын болады. Келесі, бұл директорлық үстемақылар деп жазылған. Директорлық үстемақылар дегеніміз бұл директор деңгейіне жеткеннен кейін ары қарай $1000 басталатын үстемақылар жазылған. Ол қаншалықты қандай үстемақы алуға болатын, жаңағы осы уақытқа дейін айтып отқан кестені тауып алып, өзіңізге мақсат қойып, сол қандай үстемақыны қандай деңгейде алатыныңызды көріп алыңыз. Себебі мақсатсыз жұмыс істеу мүмкін емес. Егер де сіз қандай дәрежеде, қандай ақша тапқыңыз келетінін білмесеңіз, онда мүлдем жұмыс істеудің қажеті жоқ деп айтуға болады. Себебі жай ғана көруге, мен көрейін деп келдім деген адамдар болады. Ондай адамдардан ештеңе шықпайды, ренжімеңіздер, рас. Келесі, сіздің пайдаңыз бұл директорлар банкетіне және конференцияларға қатысу.
Бұл жер деген өте керемет эмоционалды өтетін керемет демалыс кештер туралы айтылған. Директор деңгейіне шыққан адамдар және директор деңгейін 8 каталог бойынша ұстаған адамдарға директорлар банкетіне баруға мүмкіндік беріледі. 2 адамға арналған банкеттер болып отырады. Мысалы үшін біздің Қазақстанда ол Астана және Алматы қалаларында болады. Тегін қаншама жұлдыздар келеді ол банкеттерге, қаншама оқытылулар болады, тағы да жаңағы айтып өткен сияқты. Сол жерде марапатталады, сізді сахнаға шығарып, компания сіздің осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңіз үшін мадақтап, чектар беретін болады. Соның барлығы қандай керемет екендігін, тағы да сіз YouTube-та немесе Google-ға кіріп, банкет директоров Oriflame десеңіз қаншама материал табасыз. Және ол конференциялар деп айтқан, яғни бұл шетелге баруға мүмкіндік. Шетелге қандай мүмкіндіктер беріледі, яғни бұл бізде алтын директорлардан бастап болатын бұрын, қазір кез келген менеджерлар баруға болады. Осы 2016 жылы менеджерлар конференциясы Түркияда, Анталия қаласында болады. Ол туралы да демеушіңізден білулеріңізге болады. Бұл да қандай үлкен қарап отырсаңыз қолдау компанияның атынан. Тегін түрде шетелге демалуға бару. Келесі, ол пассивті табыс көзі. Біздің барлығымыз келген себебіміз, бұл пассивті табыс көзі дегеніміз, яғни сіз жұмыс істемей-ақ өзіңіздің бизнесіңіз жүріп жатқанын біліп, табыс көзіне ие болып отыру. Яғни жұмыс істемей, сіздің артынан кейінгі балаларыңызға беретін бизнес көзіңізді қалтырып кетуге мүмкіндігіңіз бар тіптен. Пассивті табыс көзі бізде алтын директор деңгейінен басталады. Ол туралы да демеушіңізден толығырақ мәлімет алсаңыз болады. Келесі және ең бір керемет жері, бұл сүйікті жұмыс бізде. Басында әрине хобби ретінде қарастыруға болады, себебі көп адамдар сенбей келеді. Сүйікті жұмыс, ешқандай оятусыз, бастықсыз, жұмыстан шығарылусыз, ыңғайлы үй жағдайында өзіңіз кез келген уақытта тұрып, кез келген уақытта жатып десек те болады. Кез келген уақытта ыңғайлы жерде, телефоннан болсын, планшеттен болсын, сіз далада жүрсіз бе, кез келген жерде жүріп өзіңіздің сүйікті жұмысыңызды атқару мүмкіндігі. Ол үшін сізге ешкім ұрыспайды, ешкім жұмыстан шығасың деп айтпайды, қандай керемет. Және келесі біздің пайдамыз ол тұлға ретінде даму. Яғни, бізде тек қана осы жұмыс әдістерін үйретпейді, бізде сонымен қатар тұлғалық дамуға арналған вебинарлар болып отырады. Ол біздің үлкен ірі көшбасшыларымыз, тәжірибелі көшбасшыларымыз өткізеді. Ол кісілер уже психолог деп айтуға болады, себебі қаншама тәжірибелері бар адамдармен жұмыс істеп көргеннен кейін, ол адамдар дайындалып бізді тұлғалық дамуға, қаншалық командамен жұмыс істеуге үйретеді. Сондай тегін оқытылу деген негізі қазіргі кезде сирек кездесетін нәрсе. Ал енді тұра тұрсаңыздар, мен жарық жағып алайыншы. Қараңғы болып кетті. Не үшін ақша төленеді бізде? Сол туралы сөйлесетін болсақ. Компания не үшін ақша төлейді? Енді жазылып жатыр барлығы. Компания тауар айналымы үшін төлейді. Ұйымдастырылған тауар айналымы үшін ақша төлейді. Яғни, жаңағы келетін адамдардың көбі түсінбейтіні осы. Неге біз сатпаймыз, сонда тауар айналымы қайдан келеді, компания бізге не үшін ақша төлейді? Енді осыны сіздерге түсіндіріп өтсем. Мысалы, мен 2 адам шақырдым. Мен келдім, мен өзімнің артынан 2 адам шақырдым, мысал ретінде. Олар тағы да 2 адамнан әкелді, және сол сияқты, Сонымен қараңызшы, мен әкелген 2 адам қаншалық болып көбейіп, біраз уақыттың ішінде біз 2 адам емес, енді 512 адам болдық. Осы 512 адам, әр адам өзіне 20 балдан тапсырыс беретін болса, сіз ойлаңызшы, қандай тауар айналымы және қандай деңгейге мен жетем, қандай қысқа уақытта, Ал мен ол 2 адамды шақырып қойып, қарап отырмаймын ғой. Мен күнделікті 2 адам емес, мен мыңдаған адам шақырам. Күнделікті менің командама, мысалы үшін 4-5 адам кеп қосылып отырады десем, менің астымдағы ол 4-5 адам тағы да 4-5 адамнан шақырып отыратын болса, сонда сіз ойлаңыз, қаншалықты жылдам үлкен деңгейлерге жетіп, қандай табыстарға жетуге болады. Оның барлығы мүмкін. Себебі біз командамен жұмыс істейміз. Бұл 512 адамды, мысалы үшін, мен жалғыз шақырған жоқпын. Енді өзіңіз айтыңызшы, бір адам 2 немесе 3 адам таба ала ма? Бұл жерде 2-3 адам деп жай ғана келген адамды айтып отырған жоқ. Сіз сияқты белсенді жұмыс істейтін 2-3 адам тапсаңыз,
ол адамдар сізді бриллиант президентке дейін жеткізе алады. Ал енді жалғыз өзіңіз 500 адам тапқаннан қарағанда 2-3 адам тапқан жеңілірек қой. Сонда әр келген адам өзінің артынан 2-3 белсенді адамын табатын болса, бұл топпен жұмыс істеу деген осы. Топпен жұмыс істеу арқылы, яғни біз өте үлкен белестерге жете аламыз деген сөз. Енді команданы құрудың екі амалы бар, мен сіздерге сол туралы айтып өтетін болсам. Жаңа басында айттық, біздің жобаның ерекшелігі сол, біз бәр адамды өзіміздің астымызға тіркемейміз деп, яғни жалпы компанияда екі түрлі амалмен команда құруға болады. Ол біріншісі түймедақ түрінде, немесе орысша айтқанда ромашка, өзіміз естіп жүрген. Екіншісі шұжық сияқты немесе терек сияқты деп айтсақ қазақша. Түймедақ түріндегі команда, яғни сіз келесіз де, артыңыздан тапқан адамдарыңыздың барлығын өзіңіздің астыңызға тіркейсіз. Ал егер де сіз екінші амал бойынша жұмыс істесеңіз, яғни шұжық сияқты немесе терек сияқты команда құрсаңыз, онда сіз келесіз, сіз өз астыңызға 2-3 адам табасыз да, қалған адамдардың барлығын сіз келесі адамдардың астына тіркеп отырасыз. Яғни, өзіңіз көз алдыңызға елестетсеңіз, шұжық қандай түрде болады? Бір-бірінің астына кетеді. Яғни, солай командаңыздың өсуіне жеңілдік жасап көмектесіп отырасыз деген сөз. Ал енді осы екі әдісті жеке-жеке тоқталып көрсетіп өтсек. Түймедақ түріндегі команда тұрақсыз, көбірек табыс деген екі сипаттамаға ие. Артықшылықтары мынадай: бірден көп табыс. Себебі сіз қу басыңызды ғана ойлап, барлық адамдарды өз астыңызға тіркейсіз. Сондықтан да сіз барлық табысты өзіңіз аласыз. Ешкімге көмектеспейсіз, адамдарыңыз жинаған тауар айналымының барлығы тек қана сізге келіп отырады, және сіз өте үлкен табысқа бірден жетесіз. Кемшіліктері қандай? Командаңыз осы үшін тұрақсыз болады. Себебі сіз командаңызға көмектеспейсіз. Сіз оларға адам жазбайсыз, сіз оларға тауар айналым құрауға көмектеспейсіз, сондықтан сіздің командаңыз біраз уақыттан кейін шашырап кете бастайды жан-жаққа. Серіктестер жоқ. Себебі сіз ешкімге көмектеспейсіз, ол адамдарға жай ғана сіз табыс табудың көзін тауып бердіңіз, көрсеттіңіз, болды. Сіз оларға көмектеспейсіз, сондықтан ол сіздерге серіктес бола алмайды. Кәсіби өсу жоқ. Кәсіби өсу, яғни сіз ешкімді оқытпайсыз, ешқандай деңгейлерге шығуда қиын, себебі сізге жалғыз өзіңіз жаңағы 500 адамды көрсетсек, сіз жалғыз іздеуіңіз керек бұл жерде барлығын. Себебі команданы сіз жалғыз құрасыз. Командалық жұмыс деген жоқ бұнда. Келесі, пассивті табыс жоқ. Себебі сіз ойлаңыз, сіз жаңағы алтын директорға жету үшін қаншама уақыт керек, жаңа айтып өттім ғой, алтын директорға жету үшін, мысалы, сіздің астыңызда 2-22% адам болу керек дедім, Сіз ойлаңыз, сіз жаңағы жинаған адамдарыңыздың барлығын өз астыңызға жаза берсеңіз, ол қайдағы пассивті доход? Сіз пока ол жиналған адамдар каждый өзінің астына шақырып, олар 20%-ға шыққанша қаншама уақыт өтеді, сондықтан да пассивті табыс жоқ. Топстың белсенділігі мен деңгейлік тұрақтылығын үнемі жалғыз өзіңіз қолдап отырасыз. Себебі сізде серіктес жоқ. Сізге ғана керек бұл пайда көзі. Сізге ешкім көмектеспейді, сондықтан да сіз адамды да өзіңіз жалғыз жинайсыз, және олардың тұрақты сізбен бірге қалуына да өзіңіз себепкер боласыз. Бұндай команда көбінесе 18 айдан ары өмір сүре алмайды. Себебі адамдардың барлығы жан-жаққа шашырап кетеді. Олар өздеріне ешқандай пайда көріп үлгермейді. Келесі, бұл біздің қолданылатын әдісіміз, ол терек бұтақтары немесе жаңағы шұжық тәрізді әдіс десек болады. Бұл жерде командалық, осылай команда жинаудың артықшылықтарын айтатын болсақ, бұл топтық шақыру. Яғни, мен жаңағы айтып өткенде, 2 адам шақырам, ол адам 2-2-ден шақырады, және барлығын біз бір-бірінің астына тіркейтін болғандықтан біз барлығымыз топпен жұмыс істейміз, бір-бірімізге көмектесеміз, тобымыз тұрақты, пассивті табысқа міндетті түрде жетеміз, себебі біз адамдарға көмектесеміз, өзіміздің адамдарға, және олар да директорлық деңгейге тез шығады. Келесі бұл жаңағы сервистік қызмет көрсету пункттерінде қайта тіркеуден сақтау. Яғни сіз осындай командада болғаннан кейін, сізде сервистік қызмет көрсету пункттарда тапсырысыңызды алуға барған кезде, ол адамдар сізді өздерінің астына шақырып алып кете алмайды. Ал енді осыншама артықшылықтан кейін
жалғыз бір кемшілігі бар, бұл табыс мөлшері аздау, себебі ақшаның бір бөлігі төменге кетеді. Яғни сіз команда жинап, барлық адамдарды командаға астыға қарай тіркегендіктен табыс көзінің біраз мөлшері командаға кетіп отырады. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген девизбен жұмыс істейміз. Топтың өмір сүру ұзақтығына келетін болсақ, сіздің серіктестеріңіз табыс көзін көріп отырған уақытта сізден олар ешқайда кетпейді. Яғни команда өзінің пайдасын тапты, сіз пайдаңызды таптыңыз, олар өздерінің жетістікке жететініне көз жетіп отырғаннан кейін олар ешқайда кетпейді. Яғни бұл шексіз мезгілге жиналған команда деп айтуға болады. Ал енді жаңадан келген біздің серіктестерге айтып өтейін дегем, егер де сіз жаңадан келіп, және мүлдем әлі жаңа тіркеуден өткеннен кейін сіздің поштаңызға Oriflame компаниясынан хат келеді. Ол хаттың тақырыбы ағылшынша не жазылып тұр, No Reply Oriflame деп. Өзім немісше оқыған болғандықтан қате оқып отырсам айып етпеңіздер. Осы хатта, бұл хат орыс тілінде болады, нажмите деген сөзде бұл сілтеме түрінде болады, көгілдір түспен жазылған. Осы сөз керек, бұл сілтеме сіздің кабинетіңізді іске қосады. Яғни, ол жерде активируйте ваш электронный ящик деп жазылып тұрады. Сол жерде нажмите деген сөзді бассаңыз, сол сілтеме арқылы сіздің кабинетіңіз іске қосылып, жеке кабинетіңіз активацияланады. Сосын осы әрекетті жасағаннан кейін компания сізге өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіретін номеріңіз бен құпия сөз жазылған хатыңызды жібереді. Осы номеріңіз бен құпия сөз жазылған хатты немесе бір жеке папкаға сақтап қойыңыз, немесе өзіңіздің номеріңіз бен құпия сөзіңізді жаттап алыңыз, немесе басқа бір документке, немесе телефоныңызға осы құпия сөзіңіз бен номеріңізді жазып алыңыз. Себебі бұл сіздің ең бірінші құралыңыз, өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп тапсырыс жасайсыз, командаңызға адамдар келген кезде оларды тіркейтін, барлық операцияларды жүргізетін осы сіздің номер консультанты мен пароліңіз болады. Орысша айтқан кезде. Және де әр елдің өзінің ресми сайты бар. Мына жерде мен сілтемелер көрсеткенмін. Егер де сіз білмейтін болсаңыз, міне Қазақстан сайты, Ресей сайты, Украина сайты, Белоруссия сайтын көрсеттім. Яғни әр мемлекеттің өзінің ресми сайты бар. Тек қана сол өзіңіздің мемлекетіңіздің ресми сайтында ғана сіз жұмыс істей аласыз. Сіз Ресей сайтына кіріп, өзіңіздің номеріңіз бен құпия пароліңізді жазатын болсаңыз, онда сізді ары қарай кіргізбейді. Себебі сіз Қазақстанда орналасқансыз, мысалы үшін. Іске қосылмаған кабинет болса, сіз оны қалай тексере аласыз, сіз активацияланды ма, жоқ па? Егер де сайтқа жаңағы сілтеме арқылы кіріп қарасаңыз, өзіңіздің номеріңіз бен құпия сөзіңізді терген кезде осындай түрде болса, яғни пришлите мне новое письмо для активации деп жазылып тұрса, яғни сіздің кабинетіңіз активацияланбаған немесе іске қосылмаған деген сөз. Ал егер де сіз барлығын дұрыс жасасаңыз, онда сіздің кабинетіңіз мына түрде болады. Яғни сіздің жеке балдарыңыз, тобыңыздың жинаған балдары, барлығы көрсетіліп тұрады, және барлық басқа функциялары да әрекет етуге дайын болып тұрады. Келесі сіздерге айтып өтейін дегенім, жаңадан келген адамдарға, ең бірінші сіз тіркеуден өткеннен кейін қандай бизнес құралдарға ие боласыз, сол туралы айтып өтсем. Жаңа айтып өттім ғой, тегін құралдар беріледі деп, ол қандай құралдар? Біріншіден, ол хаттарды жаппай тарату құралдары, немесе орысша айтқанда рассылки. Бұл рассылкалар міндетті түрде сіздің атыңыздан болуы керек емес. Егер де сіз көшбасшы ретінде дамып, өзіңіз мен дайынмын деген кезде өзіңіздің жаппай тарату құралдарыңызды жасап, өзіңіздің хаттарыңызды жаза бастауларыңызға болады, оған дейін сіз дайын директорлық рассылкаларында қолдана бересіз. Келесі алатыныңыз бұл сөйлесу құралдары, яғни чаттар. Біздің Skype деген әлеуметтік желідегі дайын командалық чаттар бар. Сіз өзіңіз жаңадан тағы бір адамды тіркеуге алып келген кезде, біздің жобаның қаншалықты үлкен екенін көрсету үшін, қандай командамен жұмыс істейтінімізді көрсету үшін дайын сөйлесу құралдары бар.
сол жерге командаңызға адамды алып келіп чатқа қосасыз да, сол жерден дайын ақпараттарды алып отыруға болады. Өзіңіз де кез келген уақытта керек кеңестеріңізді, сұрақтарыңызды сол чаттарға жазасыз, иә. Яғни бұл біздің сөйлесу чаттарымыз өте пайдалы. Себебі, мысалы үшін сіздің демеушіңіз желіде болмаған кезде ол чаттарға жазсаңыз, кез келген уақытта, кез келген желіде отырған адам өзінің білетін ақпараттарын айтып, сізге тәжірибесімен бөлісіп отырады. Келесі бұл әлеуметтік желідегі топтар және әріптестерге арналған парақшалар. Бұл жерде біздің демеушілеріміз бен менеджерларымыздың топтары мен парақшалар туралы айтылған. Яғни ол жерде үнемі ақпарат жаңартылып отырады, маңызды ақпараттар беріліп отырады, тек қана біздің командаға арналған. Сондықтан оларды қолдану да өте маңызды. Және сізге дайын жаңағы мысалы үшін мына вебинарды аяғына дейін көре алмай қалсаңыз, бұл вебинардың жазылған дайын үлгісін, яғни сілтеме түріндегісін YouTube-тан алып, оның барлығын сіз менеджердің парақшасына кіріп ала аласыз да, ары қарай көре аласыз, мысалы үшін. Келесі бұл YouTube каналдары, яғни біздің директорлардың және менеджерлардың өздерінің осындай вебинарлардың записьтерін қалдыратын және басқа да видео оқытуларды қалдырып отыратын YouTube каналдары бар. Ол жерде де барлық біздің дайын құралдар бар. Ол қандай құралдар? Яғни осы уақытқа дейін команданың жинаған тәжірибелері видео түрінде сақталып, сол жерден сізге қолдануға дайын түрде тұр. Келесі бұл оқыту сайттары, жаңадан келгендер мектебі. Яғни сіз жаңадан келген адам болсаңыз, онда әрбір демеушінің, немесе әрбір менеджердің, немесе әрбір директордың өзінің оқыту сайттары бар. Оның барлығын сіз өзіңіздің демеушіңізден аласыз. Егер демеушіңіз болмаса, ешқандай мұңаюдың қажеті жоқ. Өзіңіздің үстіңіздегі менеджер немесе директорды тауып алу арқылы өзіңіздің мәселеңізді түсіндірсеңіз, ары қарай ол сізге осы оқыту сайттарына сілтеме беру арқылы қай жерден оқып, қай жерден құралдарды алу керек екендігін айтады. Келесі ол біздің вебинарлар, яғни жаңағы осы сияқты вебинарлар және басқа да қандай әлеуметтік желіде қалай жұмыс істеу керек екендігі туралы әдіс тәсілдерді көрсететін вебинарлар, олардың барлығы тегін түрде, дайын түрде тағы да сізге осы жұмысқа қажетті құрал ретінде беріліп отырады. Келесі бұл дайын шақыру құралдары, сайттар, блогтар және хаттар үлгілері. Бұл әрбір командада өзінің ережесіне байланысты, әр көшбасшының өз ережелері бар. Мысалы үшін сізге дайын сайттарды бірден бере қоймайды. Кейбір демеушілер бірден берсе, кейбір демеушілер бірінші тапсырыс жасалғаннан кейін береді. Сондықтан да өзіңіздің демеушіңізге немесе менеджерларыңызға жазып, осы құралдарды қалай алу керек, қай жерден қандай ережелерді сақтағаннан кейін сіздер маған осыны бере аласыздар деп өзіңіздің демеушіңізден сұраңыз. Енді активациялық тапсырыс туралы айтатын болсам, сіздің тіркелген күннен бастап, сіз 3 каталог бойы біздің жобаны қарап, сынап, қалай жұмыс істейді екен, қандай табыстар алуға бола ма, жоқ па деп қарап отыруға болады 3 каталог бойы. Себебі 3 каталог бойы сізде ешкім шығарып жібермейді. Бірақ сіз не жоғалтасыз? Сіз өзіңіздің алтын уақытыңызды жоғалтасыз. Бірақ егер де сонда да сенімсіз болсаңыз, 3 каталог бойы өстіп қарап отыруға болады. Мүмкіндігіңіз бар сондай. Ал енді тапсырыстан соң сіз тіркеу мерзіміңізді 1 жылға ұзартасыз. Яғни компания сіздің келісім шартыңызды 1 жылға ұзартып, енді 1 жыл бойы кез келген, мысалы үшін қазір жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз болмай жатса, онда кез келген сомаға бір тапсырыс берген болсаңыз, онда сіз 1 жыл бойы қарап отыруыңызға болады деп тағы немесе басқа мәселелеріңізді шешіп, кез келген уақытта одан кейін келіп, осы біздің жобамызға қосылып жатсаңыз болады. Егер қазір сенімсіз болып жатсаңыз, менің сізге айтар кеңесім, тек қана кетіп қалмай, активациялық тапсырыс жасаңыз. Бір қарапайым менеджерден күнделікті келіп отырады. Соларға қарап, үнемі өзіңізге пайдалы тауарларды, немесе белгілі бір жеңілдіктермен, немесе белгілі бір кепілдік сыйлықтар арқылы өзіңізге үнемдірек етіп жасауға тырысып отырыңыз.
Келесі бұл старттық бағдарлама. Старттық бағдарлама деген жаңадан келген адамдарға арналған, яғни 100 балл жасап немесе 50-75 балл әр елде әрқалай, тағы да мен айтпай ақ қояйын мына жерде. Сондықтан да өзіңіздің демеушіңізде старттық бағдарлама деген не екенін сұрап өтсеңіз, ол тағы да өзі барлығын түсіндіреді. Келесі жаңағы премьер клуб, 150 балдан жоғары заказ жасайтын адамдарға арналған, және лояльділік бағдарламасы, яғни сіз өзіңіздің балдарыңызды сыйлықтарға алмастыра аласыз. Тапсырыс беру бойынша жаңағы науқандар, бағдарламалар бойынша тағы да демеушіңізден сұраңыз, реті жоқ. Демеушіңіз сол үшін арналған. Келесі сіздің әрекетіңіз бұл жұмысқа қажетті парақшалар ашу. Өте көп Одноклассники, ВК, Фейсбукте, мысал үшін мен ВКонтакте, мен сияқты өзіңізге қажеттісін таңдайсыз да, сол жерде қажетті парақшалар ашасыз. Біз парақшалар ашқан кезде бірнеше кеңес беріп жерде міндетті түрде парақшаларыңызды дұрыс өңдеңіздер. Ол дегеніміз өз аты жөніңізден болу керек парақша. Міндетті түрде өзіңіздің фотосуретіңіз тұру керек, және күніне кем дегенде 800 мың адам шақырып отыру керек. Неге мұндай үлкен цифралар дейтін болсаңыз, себебі әр адамға біздің бизнесіміз керек жоқ. Егер сіз 20 адамға осындай бізде бизнес бар еді деп жазып қойып, оны тосып отыратын болсаңыз, сіз ешқашанда белгілі бір жетістікке жетпейсіз. Себебі ол 20 адамның барлығында мысалы үшін өзінің жеке бизнесі бар шығар. Немесе шығар, сондықтан үлкен жұмыс істейміз, себебі әр адамға не керек екенін білмейсіз, сол үшін міндетті түрде 800 мың адамнан жаңағы 800 мың адам деген, себебі егер де сізде 10 парақша болатын болса, мысалы үшін ВКонтактеде жұмыс істегенде 10 парақшаның белгілі ережелері бар. Әрбір мысалы үшін ВКонтактеде күнде адам ғана шақыруға болады. Сол сияқты бұндай ұсақ-түйек ережелердің барлығын басқа білді. Жалпы айтарым осы. Ал енді жаңағы осы басталарға дейін жасап отыру керек деді. Ал енді өздерін адамдардың барлығына рахмет айтам. Бүгін мен қарап отырым, мені тілімді түсінбейтін адамдар да келіп отыр, қолдап көру үшін. Сіздерге үлкен рахмет, мұндай эксклюзивті вебинар жасап. Анна Черна, вам большое спасибо, что дали такую возможность провести вебинар на своем родном языке, да? Выступить в такой аудитории интересной, что некоторые даже не понимали, хотя пришли послушать. Очень большое спасибо тем, кто не понимал меня сегодня, хоть и пришли, и поддержали меня. Вообще, я очень рада, что провела сегодня такой вебинар эксклюзивный. Рахмет сіздерге үлкен. Егер де сұрақтарыңыз болса, қойып отырасыздар, бірақ байқауымша бүгін жаңадан келген адамдар аз болды, көбінесе өзіміздің үнемі жұмыс істеп жүрген әріптестер, серіктестер. Рахмет, тырыстым. Өзімнің тілімде болғандықтан ешқандай тілге деген шектеу болған жоқ. Сондықтан да емін-еркін жүргіздім деп айта аламын. Все-таки на русском языке как-то, каждый день, например, в семье я не разговариваю на русском, да, поэтому мне сложновато, но я всегда стараюсь, да, а тут на родном языке я так свободно все провела, и это, поэтому, наверное, так эмоционально получилось. Спасибо. Да, пусть побольше будут такие вебинары. Пусть каждый почувствует себя хорошим спикером, так скажем. Ладно, спасибо всем, что пришли. Пока.